Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дене мүшелері. Бүгінгі сабақта шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсінесің. Оқыған материалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жазасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Көз, мұрын, ауыз, құлақ, тіс. Енді жалғауларға назар аударайық. Менің көзім, құлағым, сенің құлағың, тісің, оның мұрны, құлағы. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Тыңда, қайтала, оқы. Көз, құлақ, мұрын, ауыз, тіс. Тыңда, қайтала, оқы. Менің атым Әнел. Менің көзім үлкен, құлағым кішкентай, мұрным әдемі, аузым кішкентай, тісім ақ. Бірінші тапсырма. Суреттерге қара, сөйлемдерді толықтырып жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөйлемдерді қалай толықтырып жаздық? Бірге тексерейік. Аннаның көзі әдемі. Сашаның мұрны үлкен. Бұл Әлібектің аузы. Әнелдің тісі таза. Менің 2 құлағым бар. Оқушылар, сендердің де толықтырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Кім тапқыр ойыны? Суретке қарап, бірінші оқушы қай мүшені айтса, екіншісі сол мүшенің нөмірін айтады. Мысалы, бірі сол қол десе, екіншісі 8 деп айтуы керек. Оқушылар, осылай ойынды әрі қарай жалғастырамыз. Үшінші тапсырма. Төмендегі сөздерді қазақ тіліне аударып жаз. Оқушылар, іске сәт. Төмендегі сөздерді қазақ тіліне қалай аудардық? Бірге тексерейік. Лицо – бет, глаз – көз, зуб – тіс, рот – ауыз, ухо – құлақ, нос – мұрын, голова – бас. Оқушылар, сендердің де аудармаларың сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, диалог құрыңдар. Онда иә, жоқ сөзін қолданыңдар. Оқушылар, іске сәт. Тірек сөздерді пайдаланып, қандай диалог құрастырдыңдар? Біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Сенің көзің кішкентай ма? Жоқ, менің көзім үлкен. Сенің көзің әдемі ме? Иә, менің көзім әдемі. Сенің құлағың кір ме? Жоқ, менің құлағым таза. Сенің тісің таза ма? Иә, менің тісім ақ әрі таза. Сенің мұрның үлкен бе? Жоқ, менің мұрным кішкентай әрі әдемі. Оқушылар, сендердің де құрастырған диалогтарың сәт шықты деген ойдамын. Кел жаттығайық. Оқушылар, Ақылбек Шаяхметтің өлеңін бірге оқып жаттығайық. Жағаңды кір шалмасын, таза болсын балағың, елден ұят болмасын, түсіңді жу қарағым. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсіндің.
Оқыған материалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жаздың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 9-шы беттегі 5-ші тапсырма. Суреттерді сәйкестендір. Оларды ата. Оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.